Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабағымызда біз Ахмет Байтұрсыновтың егіннің бастары мысалын өтеміз. Қазір ол мысалға сабаққа кіріспес бұрын топқа бөлініп алайық. Алдарында 1 бидай, 2 бидай, 3 бидайдың суреттері берілген. Сол суреттермен бөлініп аламыз да топтарға топтасамыз. Бидай, 2 бидай, 3 бидай. Яғни біздер 1 бидай, 2 бидай алғанда бірінші топқа барады, 2 бидай алғанда екінші топқа барады, 3 бидай алғанда үшінші топқа барады. Ендеше қазір өздерің 1 бидай, 2 бидай, 3 бидай алып, 3 топқа бөліндіңдер. Ендеше біз бүгінгі сабағында топпен жұмыс істейміз. Ол сабағымызға кіріспес бұрын қазір жедел жауапқа бүгін өткен тақырып бойынша жедел сұраққа жауап берейік. Жедел жауап берейік. Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысыңдар. Сәттілік серттерің болсын. Олай болса, егіннің бастарында шығармасына талдау сұрақтарына жауап беріңдер. Бірінші сұрақ мысал деген не? Жауап береді. Бірінші сұрақ мысал дегеніміз не? Қана Ақырке. Мысал дегеніміз бұл жануар, адамдар, жануарлар, өсімдіктер, әртүрлі заттарды мысал деп айтамыз. Тағы да кім топтарға жақсы. Тағы да гүлден топтыра қой. Мысалда өлеңде де, қара сөзбен де жазылады. Жақсы. Елек топтыра қойымыз. Жақсы. Жаңашы жасапас жастар осылай жауап береді. Жарайсыңдар. Мысал ол адамды тәкаппарлықтан аулақ қылып, оң мінездерге жетелейді. Оң мінездерге жетелейді. Ары қарай. Екінші сұрақ бұл мысалда қандай кейіпкерлер бар? Мысалда қандай кейіпкерлер бар? Айбеке. Ол мысалда әке мен бала кейіпкерлері бар. Үшінші сұрақ мысал жанрына тән. Егіннің бастарында қандай астарлы ой бар деп ойлайсың? Астарлы ой бар, ары бар. Бұл шығармада Ахмет Байтұрсыновтың шығармасында бидай өзін тәкаппар ұстайды. Ал әкесі баласына өзін тәкаппар ұстамасын, бидай сияқты болмасын деп үйретеді. Сонда біз тәкаппар болмауға үйренеміз. Осы мәтіннен. Осы мысалда тәкаппар болмауға үйренеміз, иә? Жақсы. Амаша. Төртінші сұрақ егіннің бастары. Мысалында әкесімен жас бала қайда келеді? Әкесімен жас бала қайда келеді? Айбеке, айта ғой Айзере. Егіннің бастары мысалында әкесі мен баласы егіннің басына келеді. Егіннің басына келеді. Бесінші сұрақ олар нені көреді? Олар нені көреді? Алай. Шірейіп тұрған бидайды көреді. Алтыншы сұрақ жалғыз бидай өзін қалай ұстады? Жалғыз бидай өзін қалай ұстады? Амира. Жалғыз бидай өзін тәкаппар ұстады. Жетінші сұрақ баласы әкесіне қандай сұрақ қойды? Баласы әкесіне қандай сұрақ қойды? Қаны? Алла. Ол бидай неге үстіге қарап тұр? Көкке қарап тұр деп айтты. Ары қарай. Көкке қарап тұруда бір мән. Сегізінші сұрақ әкесі қалай жауап береді? Әкесі қалай жауап береді? Ақерке. Бұл балам осы бидай басын көкке көтеріп тұрғанымен оның ішінде дәні жоқ дейді. Өйткені оның ішінде тәкаппарлық қасиеті бар. Тәкаппарлық қасиеті бар дейді. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат, өлең жазу. Сабағымызда енді қазір біз әдебиет теориясы бойынша шығармада көркем сөзбен сомдалған бейнені кейіпкер деп атаймыз.
яғни егіннің бастары шығармасында жаңа өзіміз айтып өттік. Кімдер кейіпкер дедік балалар? Әке мен бала дедік. Әдебиетте образды жасау үшін түрлі амал тәсілдер қолданылады. Ол кейіпкердің портретін суреттеумен ғана бітпейді. Көркем бейне жасауға өмірлік ақпараттар мен қасиеттер де жинақталады. Енді қазір біз кейіпкерлерге мезіне береміз. Ол үшін топта жүкпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топтағы оқушылар жұптасып, әкенің портретімен сәрекет арқылы образын ашамыз. Екінші топтағы оқушылар жұптасып, баланың портретімен сәрекет арқылы образын ашамыз. Үшінші топтағы оқушылар бидайдың портретімен сәрекет арқылы образын ашамыз. Кейіпкер, портреті, іс-әрекеті баға. Қазірге жұмысымызға кірісейік. Жүкпен жұмыс жасаймыз. Кейіпкер, портреті, іс-әрекеті баға. Балаларыңызға түсінікті ғой тапсырма? Шығармадан кейіпкердің портретін жазамыз. Кейіпкер іс-әрекеті арқылы образын ашамыз. Өзіндік ойды тұжырымдаймыз. Жүктік талқылау жасаймыз. Жүкпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ оқушылар жұптасып әкенің портретін жазады. Екінші топ баланың портретін жазады. Үшінші топ бидайдың портретін жазады. Ал талдауға 4 минут беріледі, қорғауға 3 минут беріледі.
Мамат. Тоқтатамыз. Сұраққа жауап береміз. Айзере, әкесі кейіпкердің бірінші оқушылар әкенің портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Айта ғой. Кейіпкер әке портреті қарапайым, іс-әрекеті ақыл айтады, баға сыпайы ақылды қамқор. Бірінші топта қосатында бар ма? Айбеке, Гүлден. Кейіпкер әкесі портреті қарапайым, іс-әрекеті баласын тәкаппар болма қайырымды бол деп айтады. Берер бағам шексіз. Берер бағам шексіз. Екінші топ баланың портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашамыз. Елif. Кейіпкер бала портреті баласы қарапайым, іс-әрекеті баласы әкесіне сұрақ қою арқылы жақсылық пен жамандықтың ара жігін айырады. Бала сондықтан да балаға қашанда берер бағам жоғары. Молодец, жаңасын жастар осылай жауап беру керек. Аплай. Кейіпкер баласы портреті қарапайым бала. Іс-әрекеті баласы әкесіне сұрақ қоюға жалықпайды. Жақсылық пен жамандықтың ара жігін айырады. Сұрақ қоюға жалықпайды, жаңасын болуға талпынған ғой бола. Ендеше қазір үшінші топта жақсы, тамаша, жақсы жауап бердік. Әрі қарай Амира айтам деп отыр ғой деймін. Амира. Кейіпкер бидай портреті өркөкірек, іс-әрекеті егінің бастары мысалы адам баласы тәкаппарлықтан бойын аулақ ұстап, кішіпейіл қарапайымдылыққа үндейді. Қарапайым кішіпейілдікті қатар айта отырып, тәкаппарлық мінезді сынға алады. Баға, менің бағам оған төмен. Бағам төмен. Тағы да айтам деген ішілі бар ма? Үшінші топтан айтам деушілер. Абеке, кім айтам? Портреті өркөкірек, іс-әрекеті егінің бастары мысалында адам баланың тәкаппарлықтан бойын аулақ ұстау керек. Баға, бидай өзін тәкаппар болып ұстағаннан кейін оның мінезі ұнаған жоқ. Алла өзінің жұптап, бір-бірімізді қалай бағалаймыз кәні? Айзере жауап берді. Амра бағалаймыз? Дұрыс жауап берді ме? Әкенің портретін. Мен дұрыс жауап берді деп есептеймін. Есептейсің, иә. Жақсы. Алла, екінші топтың жұптарына баға бере қойшы. Баланың портретінің дұрыс жауап берді ме? Әйткер іс-әрекеті арқылы образын ашалды ма? Кейіпкердің іс-әрекеті арқылы образын ашалды екен. Ал үшінші топтың жұптары кім бағалайды? Мөлдір бағалай ғой? Амираны. Амира жақсы айтты деп ойлаймын. Ол образды ашты. Образды аша білді, иә? Балалар, енді сендер жаңа шығармадан кейіпкерлердің портретін таба алдыңыздар, кейіпкерлер іс-әрекеті арқылы образын аштыңыздар, өзіндік ойларыңызды тұжырымдадыңыздар, өте жақсы, тамаша деп айтуға болады. Ендеше қазір балалар, неліктен ақын елде көп бұл бидайда адам дейді, тәкаппар оны қалып жаман дейді, қалып емес тәкаппарлық данышпанның тұтында бұл мінезді балам дейді деген жауапты келтіреді. Тәкаппарлық дегенді балалар қалай түсесіңдер? Тәкаппарлық дегенді қалай түсінген абай айтар ғой сөздің ойында? Тәкаппарлық ол адамға менсіздеу. Мысалы, тәкаппар болмауға үйрену керек. Өйткені тәкаппар болсаң, қасындағы жүрген адамдарды, мысалы, қасындағы жүрген адамдар тәкаппар болса, ол жаман. Өйткені ол тәкаппарлық басқаларды кемсіту. Менсіз кемсіту екен, иә. Жақсы. Тағы да алып қосарымыз бар ма, балалар? Мысалда бидайдың мінезі арқылы не айтпақшы болды ақын? Мысалы, бидайдың мінезі арқылы не айтпақшы болды? Баған астарлы ойды білдіріп дедік, аллегорияны қолданып дедік ақын, иә? Ақерке? Ақын бұл егіннің бастары өлеңінде өзінің балаларға деген жаны ашып, сендер тәкаппар болмаңдар, өздерін оларға тиіспеңдер, балаларға тиіспеңдер, Қарапайым болды. Жақсы. Елif, өзің қалай ойлайсың? Тәкаппарлық дегенді бидайдың мінезі арқылы ақын деп айтты. Адамның бойында тәкаппарлық туылғаннан бері пайда болмайды. Ол адам тәкаппарлық адам баласы жүре бергенде пайда болып, сол қасиет бойына енеді.
менмендікте балалар ада болайық, тәкаппар болмайық. Қазір біз енді поэзия минутына ойыссақ, өзіміз білеміз, Ахмет Байтұрсынов бұл сан салалы ғалым, реформатор, қазақ әліпбиінің атасы, енді осы егіннің бастары. Мысалы өлеңін жаттағандарымыз бар шығар олар ортамызда. Кім айтады? Абылай айта ғой. Егіннің бастары Ахмет Байтұрсынов. Бір адам жас баласын жаналды. Екеуі сайран кетіп қалды. Қыдырып айнұр есілді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Аралан әлемдікі қағаз жүрді. Кез еді пісіп болған егін тұрды. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар кене тасын етіп тұрды. Тақ-ұзақ бір бидай тұр көкке қарап, жүзіне бір жалғыз өзін көкке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті сұрап. Жақсы, отыра қойыңыз. Ары қарай тағы да айтам деушілер бар, ортамызда поэзия сүйер қауым. Қан Елиф айта ғой. Ахмет Байтұрсынұлы, егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Аралап, қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидайды көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмек кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып. Отыра ғой. Жақсы, тамаша. Айзере. Ахмет Байтұрсынұлы, егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі, бастарының дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмеге кетті көңіл жөнін сұрап. Отыра ғой, жақсы, тамаша. Уақыттың тығыз болып тұрғаны. Арғы тағы да кім айтады? Алып, қаным, бөлдік. Ахмет Байтұрсынұлы, егіннің бастары. Бір адам жас баласының жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап. Отыра ғой, жақсы, тамаша. Нақышына келтіріп, орындағанымыз ары қарай тағы да кім айтам деушілер бар ма? Қаны, Анур айтып көрші. Егіннің бастары Ахмет Байтұрсынұлы. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып жүрді, әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Әр егінді аралап қарап жүрді, кез еді пісіп болған егін түрлі. Жақсы, тамаша. Отыра ғой. Қазіргі заманның жасампаз жаңашыл жастары осындай поэзияға жақын болу керек балалар. Әрқашанда Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдерін жаттап, жадымызда ұстауымыз керек. Ендеше балалар, мысалдан қандай тәрбие өтетіңдер, ойларыңды топтасып, посттерге түсіріңдер. Қазір бізде топтық жұмыс. Балалар, топтың ережесі топ басшысына бағыну, белсенді болу, бір-бірін тыңдау, өз пікірімен ашық бөлісу, басқалардың пікіріне құрметпен қарау, ал балалар топ басшылары топтық тапсырманы QR-код арқылы алайық. Бірінші топ басшы, екінші топты келем сақтан келіп алайық. Бірінші топ. Әкенің портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Образын ашу. Екінші топ. Екінші топ. Баланың портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Баланың портреті, іс-әрекеті арқылы образын ашу. Бидайдың портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу.
бидайдың портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашамыз. Алла түсінікті ме? Енді қазір біз топ басшысына бағынамыз, белсенді боламыз, бір-бірімізді тыңдаймыз, өз пікірімізбен ашық бөлісеміз, басқалардың пікіріне құрметпен қараймыз, ерте сұрақты ой пікір алмасамыз, бір-біріміздің ойымызды толықтырамыз, бидайдың моделін жасаймыз, адамдардың жағымсыз мінездерін кастеге түсіреміз. Қазір сіздерге жұмыс істеу үшін 10 минут беріледі. Қалай не жаза береміз? Жаза береміз. Иә. Бидайдың моделін жасаймыз. Бидай моделін жасаймыз балалар. Екінші топ тәкаппарлық дегеніміз не? Тәкаппарлық туралы түсінеміз. Тәкаппарлық дегеніміз не? Қарапайым адамның моделін жасаймыз. Қарапайым адамның моделін жасаймыз. Үшінші топ тәкаппарлық дейді. Неге топтастырамыз? Тәкаппарлық дегеніміз не? Топтастырамыз. Қандай жағымсыз мінездерден аулақ болу керек? Осыған жағымсыз мінездерден тәкаппарлық мінез қалай түсінеміз? Тәкаппарлық дегенімізді қалай түсінеміз? Tәкаппарлық деген қалай түсінеміз? Былай.
Алла, 2 минуттан кейін топ, 2 минуттан кейін бітеміз, аяқтаймыз. Аяқтаймыз. 1 минут уақыттарымыз қалды. 1 минут уақытымыз қалды. Жақсы, аяқтаймыз. Тағы қайтылдайын. Қайтылдайын. Бірінші топ қойғанымызда қоңырғайды. Тақтаға шығамыз. Кім қорғайды? Тыныштық сақтаймыз. Тыныштық сақтаймыз. Тақтаға шығайық. Altında отырамыз. Бидай астық туындысынан тұратын аса маңызды дәнді дақыл. Қазақстанда алтын түрі өседі. Биіктігі 40-30 сантиметр. Жүйесі шамақты. Бидай бүкіл әлемде диспростегі еттің негізгі азық түлігі болып табылады. Және көптеген елдердің экономикасында ерекше орын алады. Бүкіл дән заттар өнімінің 60% алынады. Бидай болмаса нан болмайды. Бидайдың іс-әрекеті арқылы адам баласына өзінен биік болмау керектігін айтады. Өзгеден биік болмау керектігін айтады дейді. Қан балалар бірінші топты кім бағалайды? Бірінші топты кім бағалайды? Билеп бағалаш, бірінші топты қосып алып, жаңа қосып алу қызықты. Менің қосып алатыным жоқ, яғни бұл маған қызықты болды. Мен мұны жоғары бағалаймын. Бидайдың моделін жоғары бағалайсың, иә? Ал енді кім шығады екінші топ шығамыздар? Кім келеді екінші топтан? Елif. Айта ғой. Қарапайым адам жауап тиістілігі жоғары, талапшы, жомарт, сенімді, табанды, мейірімді болу, батыл адамдық, сабырлы, мейірімді, әділ, шынайы. Қарапайым адамның бойына мына қасиеттер мінеді. Олар енеді. Осылар адамды қанағаттылық, сабыр, әділдік, ол асыл еңбек қор адам қатарына жатады. Жақсы. Ал кім бағалайды қосып алу қызықты? Я, Амира? Менің екінші топқа қосатыным жоқ, мен оларды жоғары бағалаймын. Не қызықты болды өзіңе? Қайда ойлайсың? Маған барлық қызықты болды. Барлық қызықты болды, қарапайым адамның моделі қызықты болды. Әрқашан да қарапайымдықты сүю керек. Отыра ғой. Жақсы. Үшінші топ. Үшінші топ. Тәкаппарлық, мақтаншақ адам дейді. Ал бірінші топ. Мақтаншақ, еріншек. Тәкаппарлық дегеніміз өзін жоғары санау. Өзін жоғары санау. Қуыс кеудеден пайда болады. Қуыс кеудеден пайда болады, иә. Адам туған кезде тәкаппар болып тумайды екен, иә. Ол өсіп жетіліп келе жатқан кезде ғана тәкаппар болады екен. Жақсы. Ал қосатынымыз бар ма үшінші топқа? Плюс қосу алу қызықты. Кім бағалайды үшінші топты кәні? Алай. Үшінші топқа бағам шексіз. Өйткені ол тәкаппарлық туралы
Көп мәлімет айтты. Тәкаппарлық туралы көп мәлімет берген екен. Жақсы, рахмет, аяққа қайырды. Ары қарай балалар, біз енді жаңа берген сұрақ төңірегінде ой пікір алмастық, бір-біріміздің ойымызды толықтырдық, бидайдың моделін жасадық, адамдардың жағымсыз мінез-құлықтарын картаға түсірдік. Ендеше мәнінде де қосып алу қызықты деп, қосып алу жоқ, менде барлығы қызықты болды. Тәкаппарлықты да бидайдың моделінде, қарапайым моделінде жақсы жасағансыңдар, сапалы түрде жақсы жасағанбыз. Ендеше қазір балалар Ахмет атамызға хат жазамыз. Ол үшін хат жазудың үлгісімен танысып алайық. Хат жазудың үлгісі кімге жазылғанына байланысты амандасу, сәлем, сәлеметсіздер. Жазу барысында мақсатқа сай не жазатыныңды анықтау, шығармадан алған әсеріңді жазу, яғни егіннің бастап шығармадан алған әсеріңді жазу, қорытынды жасау, авторға тілек айту. Ендеше қазір біз топта жекелеме жұмыс жасаймыз. Оқушы, рөл оқушы, аудитория автор, форма хат, тағы шығармадан алған әсер бөлек шығару, хат жазу құрылымын сақтаймыз, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастырамыз, сөздерді сауатты жазамыз, ойды еркін жазамыз. Жазуда балалар креативті жазуды сұраймын. Хат жазуда креативті ойларымызды жазамыз. Жақсы ма? Ал іске сәл. Жасампаздықпен, жаңашылдықпен, жаңашыл оймен өзіміздің хатымызды жазамыз. Жасампаздықпен, жаңашылдықпен балалар, жазып туғандарымыз қаламымыз ұшталсын, кәдімгі өз ойымызды білдіріп, авторын бүдірге авторымызға шақырамын. Кім келеді? Ахмет атаға хат кім жазды екен? Кімнің қаламы шығармашылықпен ұшталды екен? Қане келіп келе ғой? Қалғанымыз тыңдап отырамыз балалар. Ахмет Байтұрсынұлыға хат. Сәлеметсіз бе қазақ елінің ақыны, ағартушысы, ғалымы, ұстазы, қоғам қайраткері, құрметті Ахмет Байтұрсынов мырза. Менің қазақ елінде сізде тарихи тұлғаның есімі ұмытылмай, оқу құралдары ретінде сіздің еңбектеріңізді оқитынымызды мақтан етемін. Жақында сіздің егіннің бастары атты мысалыңызды сабақтап өттік. Егіннің бастары мысал өлеңінде адамдыққа сабақ болар мәселе көтергенсіз. Бидай арқылы адам
ой еркін жазсын, және креативті жазсын. Абай атаңдай ғалым бол, ақын бол. Қаны тағы да кім шығады? Гүлден шыға ғой. Сәлеметсіз бе, Ахмет Байтұрсынұлы? Менің атым Гүлден, мен 5-ші сынып оқимын. Біз қазақ әдебиетінен егіннің бастары шығармаңызбен таныстық. Маған егіннің бастары шығармаңыз қатты ұнады. Мен сіздің шығармаңыздан тәкаппар болмау, басқаларды менсінбеуді керектігін үйрендім. Білімді адам кішіпейіл, қамқор болу керек. Сіз бізге егіннің бастары шығарманы шығарғаныңыз үшін рахмет, сау болыңыз. Жақсы. Балалар тағы да келin. Амира келе ғой. Қалғанын балалар келесі сабақта оқып береміз. Амира келіп оқи ғой. Аса құрметті Ахмет Байтұрсынұлы, сізді ұлт үшін сіңірген еңбегіңіз өлшеусіз. Қазақ әліпбиін жасауыңыз, тіл біліміне қосқан үлесіңіз халықтың мәңгілік мұрасы. Алаш рухын асқақтатып, елдің білім мәдениет жолында аянбай еңбек еттіңіз. Сіздің мұраңыз болашақ ұрпаққа бағыт бағдар. Біз сіздің еңбектеріңізді құрметтейміз, дәріптейміз. Қазақ тілі мен әдебиетінің дамуына қосқан үлесіңізге шексіз алғыс білдіреміз. Сізді әрдайым құрметпен еске аламыз. Үздік құрметпен, Амира. Жақсы, тамаша. Балалар, ары қарай да келесі жолы жалғастырамыз. Енді қазір өзіміздің жақсы креативті ой жазғанбыз, жазғанбыз ойымызды. Қазір балалар күнделікті сабақта қолданып вордпулмен ойын ойнайық. Ахмет Байтұрсынұлы қашан дүниеге келді? Келе ғой, тақтаға келе ғой, қаламын ала ғой. Қашан дүниеге келді? 1873 жыл дүниеге келді деген. Жақсы. Ары қарай Крыловтан аударған мысалдар жинағы келе ғой. Аяғым келе ғой. Қырық мысал, ары қарай. Ұлттық аспаптардың бәрін ойнайтын ән шығармай айтып, композитор. Қазір ауа. Шаршатамыз сөзінің мағынасы. Абылай. Өте ыстық. Жақсы. Жырақ сөзінің мағынасы кім шығады тақтаға? Келе ғой Гүлден. Алыс деді? Алыс деді ғой. Егіннің бастары әкесінен баласы қайда келеді? Каусар келе ғой. Бидай алқабына дүкенге қоймаға келе ғой. Бидай алқабына келе ғой. Баса ғой. Ары қарай Ахмет Байтұрсынұлы кімге мысал аударды? Кім келеді? Раяға келе ғой. Баса ғой. Жақсы. Амаша ойын аяқталды. Сұрақтарын тексере қояйық. Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге 1873 жылы келген екен. Крыловтан аударған мысалдар жинағы 40 мысал өзіміз білеміз. Ұлттық аспаптардың бәрін ойнаған, ән шығарған айқын композитор Ахмет Байтұрсынұлы шаршатамыз өте ыстық деген мағынаны білдіреді. Жырақ сөзінің мағынасы алғыс оны басып жеріне егіннің бастары. Әкесіне баласы қайда бидай алқабына келеді. Ахмет Байтұрсынұлы кімге мысал аударды? Крыловтан мысал аударды. Жақсы. Ары қарай. Балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша өзіміз не жаза қояйық? Хат жаза қояйық. Алған біліміміз туралы хат жаза қояйық. 3 хат жаза қояйық. Кім айтады бүгінгі сабақта не алдық, балалар? Бүгінгі сабақта не алдық? Айтамын. Мен осы сабақта өте көп түсіндім. Ахмет Байтұрсынұлы туралы көп мәлімет алдым. Сізге өте көп рахмет. Жақсы, тамаша. Мұғалім, бүгін көп нәрсе үйрендік. Сізде мұғалім көп болсын. Сізге үлкен рахмет. Жақсы. Ағерген. Сабақ өте жақсы өтті. Бұл жерде біз өзімізді тәкаппарсамауға Тәкаппар болмауға үйренген балалар, ендеше бүгінгі сабағымыз мәнді, шығармашылық тұрғыда өтті. Енді әрі қарай да біз Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығын
өзіміз де оқып, сыныптарымызда оқып, әрі қарай да жалғастырамыз деп ойлаймын. Бүгін сендерге сабаққа қатысқандарың көптен көп рахмет. Бүгін Елif тамаша қатысты, Айзере тамаша қатысты, поэзия минутында жақсы өнер көрсетті, Гүлден жақсы қатысты, Ақерке жақсы қатысты, мына жерде Амира өте тамаша қатысты. Басқаларына да әрі қарай да шығармашылық табыс тілеймін. Енді айтады, адамның кеудесін көтергені, адамның кеудесін көтергені ақылының жоқтығы. Бидайдың кеудесінің көтергені дақылының жоқтығы деп дана халқымыз тегін айтқан екен. Сондықтан да әрқашанда кеудемізді көтермей, менменсімей, жасампаз жаңашыл жастардың рөлінде жүрейік. Әрқашанда Мағжан Жұмабай әрқашанда жастардың өнер жастардың қолында деп айтқан екен. Енді шүйге тапсырма балалар жазып аламыз. Адамдардың жағымды және жағымсыз қасиеттерін жыл перспективіне түсіреміз. Бала үй тапсырмасын жазып болса, үй тапсырмасын жазып алдық па? Күнделігімізге жазып алайық үй тапсырмасын. Келесі жолы да креативті ойларыңды әрі қарай да дамытасыңдар деп ойлаймын. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.